Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 1-тоқсанға арналған бірінші бір жұмысын орындайтын боламыз. Өзі берілген бір тапсырма 17-18 ғасырлардағы Қазақ хандығының ішкі жағдайы тақырыбында 100-150 сөзден тұратын эссе жазыңыз. Эссе критерийлері. Осы эссе критерийлерін қолданып эссе жазуымыз керек. 17-18 ғасырлардағы Қазақ хандығының ішкі жағдайы. 17 ғасырдың соңы мен 18 ғасырдың басында Қазақ хандығында ішкі саяси жағдай күрделі болды. Осы уақытта ел билеген Тәуке хан ел ішінде тыныштық орната білді. Тәуке ханның билікке келуі қазақ мемлекеттілігінің жаңа сатуға көтерілуіне себеп болды. Тарихшы ғалымдар Тәуке хан билік құрған уақытты Қазақ хандығының алтын ғасыр кезеңі деп бекер атамаған. Тәуке хан билік еткен кезінде билерге арқа сүйеп, 300-дің басын біріктіре білген. 17 ғасырдың аяғында Тәуке ханның тұсында қазақ мемлекеттілігін күшейту бағытында жеті жарғы деп аталатын Қазақ хандығының жаңа заңы қабылданды. Тәуке хан елдің бірлігін, шекаралық қауіпсіздігін қамтамасыз ете алды. Алайда Тәуке ханның қайтыс болуымен Қазақ хандығы 300-ге бөлініп, әр жүздің өз ханы пайда болды. Сөйтіп, Қазақ хандығы 17 ғасырдың аяғында, 18 ғасырдың басында ішкі саяси жағынан бытыраңқы ел болып қалды. Қазақ хандығында жүздер арасындағы тұрақты саяси және экономикалық байланыстың болмауы, қазақ билеушілерінің өзара тартысы өзге мемлекеттердің шабуылына әкелді. 1723 жылғы оқиға қазақ халқының есінде қасіретті, қайғыға толы ең ауыр жыл болып қалды. Жалпы жоңғарлардың жойқын шабуылының нәтижесінде қазақтар шайқас даласында 100 мыңға жуық әскерінен айырылып, шығын одан сайын көбейе берді. Халық қонысынан, мал мүлкінен айырылды. Қазақ халқы осы кезде жер бетінен ұлт ретінде жоқ болып кету қаупіне ұшырады. Осы қасіретті оқиға салдарынан қазақ халқының тең жартысының қырылуы халықты есеңгіретіп қана қойған жоқ. Бұл оқиға қатты ойландырып, халық бірікпей, тірлік болмайтынын түсінді. Халық елдің елдігін сақтап қалу үшін бірігу қажет деп санады. Ел билеген хандар да, ақылшы билер де осындай ойға келді. Қиын қыстау заманда халық өз арасынан елі мен жерін қорғайтын батырларын шығарды. Бұл туралы Бұқар жырау өзінің толғауында Өңкей батыр жиысты, Абылай салды жарлықты деп көрсетеді. Жалпы Қазақ хандығының дамуына үлес қосқан хандар өте көп. Солардың бірі Болат хан. Болат ханның бастауымен 300 хандары Жолбарыс, Сәмеке, Әбілқайыр, билер Төле би, Қазбек би, Әйтеке би сұлтандар және батырлар бірігіп Ордабасы жиынында жиналады. Бас қолбасшылыққа Әбілқайыр хан сайланды. Қабынбай, Бөгенбай, Малайсары, Жәнібек, Саурық және көп деген қазақ батырлары жоңғарларға қарсы күресте батырлық танытып, өз елін ерлікпен қорғады. Әбілқайыр бастаған қалың ел Аңырақай даласында ұлы жеңіске жетеді. Жоңғарларға қарсы Аңырақайдағы жеңіс қазақ халқының бірлігінің жеңісі деп санаймын. Осымен бұл жұбы тапсырмасы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.